Жаратылыстану пәнін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылдамдықты қалай өлшейміз. Сен жылдамдық ұғымымен танысасың, жануарлардың жылдамдықтарын салыстырып үйренесің. Тірек сөздер: жылдамдық, жол. Фотосуреттерге қара. Балқаш қаласынан Қарағанды қаласына дейін қай көлікпен тез жетеді? Автокөлік, велосипед, поезд немесе ұшақ. Қайсысын таңдадыңыздар? Неліктен деп ойлайсың? Неге ол көлікпен тез жетеміз? Жалпы жылдамдық дегеніміз не? Шапшаң қимыл жасауға икемділік, тездік. Екіншісі, көліктердің, ұшатын денелердің жүру қозғалысы. Мысалы, көлікпен қарағанда пойызбен тез жетеміз, немесе ұшақпен тез жетеміз. Дененің белгілі бір қашықтықты жүріп өту уақыты, қарқыны. Қазақстан даласын мекендейтін жануарларға қара. Қайсысы жылдам жүгіреді? Қоян ба әлде киік пе? Бұл сұраққа жауап беру үшін нені білу керек? Мысалы, киік өте тез жүгіреді, өйткені өзінің жауларынан қорғанады. Қоян да солай жылдам жүгіреді. Жануарлар әртүрлі қозғалады. Кейбірі тез, кейбірі баяу. Олардың арасында жылдамдықпен қозғалатындар да бар. Есіңе сақта, қозғалатын денелердің жылдамдықтары әртүрлі болады. Зерттейік. Ұлу, кірпі, тасбақа жарысқа қатысты. Осы жануарлардың қайсысы мәреге бірінші жетеді? Біз адамдар денсаулығымызды нығайту үшін және денеміз сымбатты болу үшін жүгіреміз. Ал жануарлар өз жауларынан қорғану үшін жүгіреді. Қайсысы мәреге бірінші жетеді? Тасбақа ұлуға қарағанда тез жүгіреді. Ал кірпі тасбақаға қарағанда тез жүгіреді. Ұлу тасбақа мен кірпіге қарағанда баяу қозғалады. Қайсысының жылдамдығы тез, сол мәреге жетеді. Бір уақытта жүгіріп, кірпі мәреге бірінші жетті. Жылдамдық белгілі бір уақыт ішінде, мысалы 1 минутта немесе 1 сағатта қанша жол жүрілгенін көрсетеді. Сен білесің бе? Қабылан жер бетіндегі ең тез жүгіретін аң. Ол тұрған жерінен бірден жоғары жылдамдықпен жүгіруге қабілетті. Тақырыпты түсіну үшін мына бейнебаянға назар аударайық. Суретке қарайық. Әртүрлі көлік түрлері бейнеленген. Жылдамдықтарды салыстыр. Кему ретімен орналастыр. Менің жауабым мен сенің жауабың сәйкес болды деп ойлаймын. Біз көліктердің жылдамдықтарын салыстырып, кему ретімен орналастырдық. Жануарларды тап ойынын ойнаймыз. Жер бетіндегі ең жылдам жүгіретін жануар қалай аталады? Әріптерден сөз құрайық. Жер бетіндегі ең жылдам жүгіретін жануар қабылан. Жер бетіндегі ең баяу қозғалатын жануар, кәне ойланайық. Ұлу. Ең жылдам жүгіретін құс қалай аталады?
Ең жылдам жүгіретін құс түйеқұс. Тамаша. Ең жылдам сүтқоректі теңіз жануары. Косатка. Тамаша. Ең жүйрік жәндік қалай аталады? Тарақан. Ең баяу теңіз балығы қалай аталады? Атбас. Жарайсың. Спортшыға жылдам жүгіру үшін қандай кеңес берер едің? Дұрыс айтасың. Спортшы үнемі дене жаттығуын жасап, салауатты өмір салтын сақтау қажет. Келесі бізде зерттеу тапсырмасы. Ол үшін қолдарыңа ақ парақ пен қарындаштарыңды алыңдар. Жылдамдықтарыңды анықтап көремін. 1 минутта экранда көрсетілген үйшіктің нешеуін салатындарыңды тексеріңдер. Кәнеки, дайынбыз ба? Олай болса мен уақытты қосамын. Жарайсың. Мен сенің жылдамдық танытқаныңа сенімдімін. Тақырыпты түсіндіңдер деп ойлаймын. Сау болыңдар.